Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге мен Жансая. Бүгін қызанақ пен жұмыртқадан оп-оңай әрі жеңіл таңғы ас дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге 4 қызанақ қажет. Үстін осылай кесіп аламыз. Пышақтың көмегімен кесіп, ішіндегі дәндерін алып тастаймыз. Барлығын тазалап алдым. Стаканға ұқсатып қойып шығамыз. Енді ішіне укроп петрушка салып шығамыз. Күштен өткізілген сыр саламыз. Вареный колбасаны осылай майдалап турап салып шығамыз. Жұмыртқаны әрқайсына бір данадан саламыз. Бетіне тұз сеуіп, қара бұрыш сеуіп шығамыз. Күштен өткізілген сырымызды осылай салып шығамыз. Дайын болды. Енді 180 градуста духовкада 20 минут пісіреміз. Осындай әдемі, ерекше, сүйкімді таңғы асымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдағы видеоларда көптеген тағам түрлерімен, рецептілерімен бөлісетін боламын. Менің видеоларымды жіберіп алмас үшін лайк қойып, қоңыраушаны басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.